Саламатсыздар ма балалар? Біздің бүгінгі өтетін сынып сағатымыздың тақырыбы жолда жүру ережесін сақтайық. Жолда жүру ережелерінің негіздері. Жолда жүру ережелері тәртіпті сақтау және қауіпсіздік қамтамасыз ету үшін маңызды. Жол белгілері мен мағынасы, жол қозғалысының ережелері, жаяу жүргіншілердің жауапкершілігі, жүргізушілердің міндеттері. Жол белгілерінің түрлері мен маңызы. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер үшін жол белгілерін түсіну қауіпсіздіктің негізі болып табылады. Тыйым салатын белгілер тоқтау, рұқсат етілетін белгілері жүріп өту, ақпараттық белгілері жол жөндеу. Жаяу жүргіншілердің жауапкершілігі. Жаяу жүргіншілер үшін қауіпсіздік ережелері туралы ақпарат айтып өтейік. Жолдан өту орындарын пайдалану, жол белгілерін түсіну, жолда жүру кезінде назар аудару, түсіру және шығарудың қауіпсіздік қамтамасыз ету. Осы белгілер арқылы қазіргі айтып өткен нәрселерді анықтап көріп білуге болады. Жолдағы мәдениет және тәртіптің маңызы туралы айтып өтейік. Басқа қатысушыларға құрмет, жол қозғалыс ережелері, қауіпсіздік белдіктері. Жолда жүру ережелерін әрдайым біз меңгеріп алуға тиіспіз. Жол қозғалысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар. Ақпараттың алдын алу. Ақпараттың алдын алу үшін жолда жүру ережелерін сақтау қажет. Бұл жол көлік оқиғаларын азайтады. Жол қозғалысының тәртібін жақсарту. Жол қозғалысының тәртібін жақсарту үшін жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің ережелерді орындауы маңызды. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету үшін барлық қатысушылардың жауапкершілігі мен сақтығы қажет. Яғни біз жолда жүргенде осы тәртіптердің барлығын сақтап, оқып үйренгендерімізді есімізде сақтап орындайтын болсақ, онда жолда қауіпсіздік жағдай, яғни өмірімізге қауіп тумайды. Әрдайым қауіпсіздікті сақтап жүрейік. Балалар, біз бүгінгі өткен сынып сағатымызда көшеде жүру ережесі туралы біраз мәліметтер алдық. Бұған дейін де біз көшеде жүруді ережелерін жақсы білеміз, әрдайым сақтап жүреміз. Жолда жүргенде бүгінгі оқыған білгенімізді көңілімізге түйіп, сақтанып жүрейік. Сақтансаң, сақтаймын деген бар. Ал балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз өз дәрежесінде мәреге жетті. Сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.